Қайырлы күн. Есімім Масенбаева Гүлдана, сат компаниясының лидерімін. Жалпы сат компаниясы 2025 жылдың ақпан айының бірінде желілік маркетинг болып танылды. Яғни сат компаниясына ең бастысы тіркелу тегін. Одан кейін бұл компанияда сіздің тұрмыстық жағдайға қажетті өнімдер, бат белсенді қоспалар, витаминдер, балаларыңызға арналған дәрумендер, хост товарлар, сонымен қатар бет күтіміне арналған өнімдер, салмақ тастау программалары барлығы компанияда бар. Енді бұл компанияға тіркелу тегін болғандықтан сізге жеке ID номер және пароль беріледі. Ол сіздің жеке кабинетіңізге кіретін өзіндік номеріңіз. Және де бұл компанияда әрбір өнімнің өзіндік балы бар. Оны ортақ тілмен PV деп аталынады. Компанияға тіркелгеннен кейін сізде бір айдың ішінде белгілі бір мөлшерде бал жинап айлық алуыңызға болады. Енді ақша табу жолдарына келсек, бұл компанияда ақша табудың 8 жолы бар. Қазір мен сіздерге қысқаша тоқталып кетем, ал толығырақ бұл компанияда үй алу мәселесі, сонымен қатар тегін машина алу, премиялар, шетелге саяхаттар жайлы жеке басқа видеода айтатын боламын. Бұл видеода қысқаша жаңа компанияға қызыққан адамға қандай жолмен ақша табу жолын түсіндіріп өтемін. Бірінші жолы ол сіз компанияға тіркелгеннен кейін өзіңіздің ID номеріңіз арқылы Қазақстанның түкпір-түкпірінде ашылған офистардан керек затыңызды алып бал жинайсыз. Яғни сіз өзіңіз тұтынып басқа адамдарға ұсыну арқылы ақша табуға болады. Бұл жерде ең бірінші активация 50 PV. Сіз 50 PV-ді сразу тіркеліп арқылы жасауыңызға болады, немесе бір айдың ішінде бөліп жасауыңызға болады. Мысалы, бүгін 10 PV, ертең 5 PV, келесі күні 7 PV деген сияқты бір айдың ішінде активация 50 PV жасауыңызға болады. Немесе одан да көбірек бал жасауыңызға мүмкіндігіңіз бар. Бұл енді өзіңіздің қалауыңызда. Егер де сіз бір айдың ішінде 50 PV жасасаңыз, сізге контрактыңыз 6 айға созылады да, компания сізге 3500 теңге ақшаңызды қайтарып береді. Егер де сіз бір айда 75 PV жасасаңыз, компания 5500 теңге ақшаңызды қайтарады. Егер де 100 PV жасасаңыз, 7500, 150, 12000, 200 PV 16000, 250 PV 20000, 300 PV 24500, яғни сіздің жасаған балыңызға қарай айлықта көтеріле береді. Бұл ақша табудың бірінші жолы. Ақша табудың екінші жолы бұл команда құру. Яғни сіз командаңызға адам шақыру арқылы ақша табуыңызға болады. Өзіңіз өнімді тұтындыңыз, командаңызға адам шақырдыңыз. Ол адам тікелей сіздің артыңызға тіркеледі де, әрбір тіркелген адам тікелей сіздің артыңызда тұрып 50 PV жасаған жағдайда әрқайсынан сізге 4000 теңге түседі. Бір адам 4000 теңге, 2 адам 8000 теңге, 3 адам 12000 деген сияқты ай сайын түсіп отырады. Бұдан бөлек ақша табудың үшінші жолы ол премия, яғни сіз командаға адам тіркедіңіз, ол адам 50 PV емес 75 PV жасаса, сізге уже премиялар түседі. Яғни 5 адам, 7 адам, 9 адам, 12 адам, 15 адам деген сияқты сізде бонус наставника, яғни премия болады. Мысалы, 7 адам тіркедіңіз, 10500 теңге премия. Мына жерге қойып қоям, 7, 9, 12, 15 адамның премиясы. Дәл солай 150 PV жасаған жағдайда сондай премиялар бөлінеді. Яғни сіздің бірінші линияңызда адам саны 5 адам немесе 7, 9, 12, 150 PV-ден жасаса, онда ол 75-ке қарағанда 4000 теңгеден бөлек премия саны да көбірек болады. Келесі ақша табу жолында мастерлік квалификация бар. Ол дегеніміз сіз команда жинақтау арқылы ақша табуыңызға болады. Бұл дегенде сіздің командаңызға 100-ші адам болсын, 1000-ші адам болсын, миллионшы адам болсын, маңызды емес, барлығынан түскен балды, яғни PV саны сіздің командалық жұмысыңыз болып табылады. Бұл жерде сіз командамен 200 PV жасаған жағдайда сіз уже мастер деген квалификацияны жабасыз да, товар айналымнан 5% аласыз. Ол шамамен 15.000 мен 18.000-ның аралығында айлық. Бұл тек қана сіздің мастер жапқаныңыз үшін. Одан бөлек командамен сіз 500 PV жапқанда мастер 1 квалификациясын жабасыз, товар айналымнан 10% көресіз. Мастер 2 квалификациясы командамен 1000 PV, товар айналымнан 15%. Мастер 3 квалификациясы командамен 1600 PV, товар айналымнан
20% көресіз. Жұлдыз квалификациясы ол дегеніміз бізде командамен 2400 PV, товар айналымнан 25% көресіз. Келесі ақша табу жолында директорлық дәрежелер кетеді. Ол дегеніміз командаңыздың өсімі. Яғни сіздің командаңыз өскен сайын сіздің айлығыңыз да өсе береді. Бұл компанияның ең кереметтігі сол, команда өсу арқылы сіз де өсесіз. Командаға көмектесу арқылы сіз де өсесіз. Енді директорлық дәрежелерде ең алғаш сіздің командаңызда алғашқы жұлдыз шыққанда сіз бронзовый директор боласыз. Командаңызда 3 жұлдыз шыққанда сіз сильвер директор боласыз. Командаңызда сізде 5 жұлдыз шыққанда голд директор боласыз. Командаңызда 7 жұлдыз шыққанда платин директор боласыз. Және де бұл жерде рубин директор, сафи директор, бриллиант директор дәрежелері бар. Ол кезде мысалы рубин директорда сіз 7 жұлдыз және 3 сильвер директор болу керек. Сафир директорда 7 жұлдыз, 5 сильвер директор. Ал бриллиант директорда сізде 7-еуі де сильвер директор болу керек. Және де бұл кездердің өзіндік бір ерекшелігі, осы дәрежелерді жабу арқылы сіз миллионна жуық айлық аласыз, және де одан бөлек шетелге саяхат, тегін автокөлік, квартира, яғни баспана, бұның барлығы компания тарапынан сізге тегін беріледі. Яғни әр квалификацияның өзінің жеке беретін сыйлары бар. Сонымен қатар компания тарапынан квартал сайын премия беріліп отырады. Мысалы, жұлдыз квалификациясын жаптыңыз, бүкіл компанияның товар айналымынан квартал сайын 2%-ін аласыз. Яғни 9 адам жұлдыз квалификациясын жапты ма, бүкіл компанияның товар айналымынан 2% 9 адам бөліп алады. Енді дәл солай бронзовый директор жапқан кезде бүкіл компанияның товар айналымының 2% бронзовый директорлардың арасында бөлінеді. Дәл солай сильвер директор жаптыңыз, товар айналымның 1,5% квартал сайын сильвер директорлардың арасында бөлінетін болады. Бұдан бөлек компания тарапынан президенттік бонустар болып отырады. Ол сіз команда жинақтап, жоғары дәрежеге жеткен сайын компания тарапынан, компанияның товар айналымынан 2%, 3%, 4, 4,5%, 5, 5,5% премия көре аласыз. Бұның барлығы ай сайын, яғни 900 мың теңгеден бастап 37 миллионға дейін компания тарапынан сізге премиялар зарплатадан бөлек берілетін болады. Жалпы маркетинг планды қысқа түрде осылай түсіндіріп өттім. Ары қарай жұмыс жасағыңыз келсе, онда уже жекелеп әрқайсыңызбен жұмыс жасауға дайынмын. Сол кезде толыққанды әрбір квалификацияны қалай жасау керек, әрбір квалификацияға жету үшін қандай қадамдар жасау керек деген сияқты сұрақтарыңызға жауап беріп, бірге жұмыс жасайтын боламыз.